Ассалаумалейкум. Бүгін сіздермен ауызашарға керемет отбасымыздың сүйікті асы нан салманы көрсететін болам. Кейбір өңірлерде аймаш, жаймаш, тіпті қамырауға деп атайды. Сонымен барлық заттарды турап алайық. Етті кубиктап турайсыздар. Ірі емес, тым қатты майда да емес. Енді жаңағыдай көбінесе бұл асты қолмен жейді, сондықтан қолға жақсы ілінетіндей кішкентай көлемде турайсыздар. Ал көкөністердің барлығын кубиктап турайсыз. Картопты да мысалға бұл тағамға жаңағыдай сәбізді де қосуға болады, сондықтан сәбізді де ұсақтап азап турап жіберіңіз. Бұл да жаңағы подливасына кішкене дәм береді. Подливасын дайындаймыз. Ол үшін осылай сұйық майды көп мөлшерде құйып, қызған уақытында тұз сеуіп жіберсеңіз, етті салған кезде осылай майы жан-жаққа қатты шашырамайтын болады. Қатты отта мынау етімізді жақсылап сыртын қызартып, әдемілеп қуырып алыңыз. Жоғары отта болу қажет. Шамамен 1-3 минут уақытыңызды алады. Меніменкі осылай кішкене қызарып бастады. Енді үстіне пиязы салып, томат пастасын немесе қызанақты қосып, орташа отта қуырамыз. Егер қатты отта қуырсаңыздар, пияздарыңыз бірден күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан орташа отта тағы 2-3 минуттай қуырыңыз. Осылай сөлі шығып азайған уақытында, пияздың көлемі картоп пен сәбізді салып, тағы да қақпағын жауып 2-3 минуттай орташа отта қуырыңыз. Міне қуырып болдық. Енді су құямыз. Суды көбірек құя беріңіздер. Өйткені 1 сағат қайнауда тұрған кезде, баяу отта қайнауда тұрған кезде су кішкене тартылады. Ал бізде қамыр піскеннен кейін де жаңағыдай тұздық керек болады. Осы сорпасының өзінен аламыз. Сондықтан да суды көбірек құя беріңіздер. Көкөністердің барлығы батып тұрсын. Қайнап шықты. Қайнап шыққаннан кейін оттың асын баяулатасыз да, қақпағын жартылай жауып 1 сағатқа қалдырыңыз. Яғни еті піссе болды бізде. Осы аралықта қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, су, тұз қосып, жақсылап ерігенше араластырып алыңыз да, ұнды қосып, қаттылау қамыр илей беріңіз. Себебі бұл қамырды кәдімгі ет асқанда суға салып аламыз ғой, пісіреміз ғой. Сол сияқты езіліп кетпеу үшін қамырды қаттырақ илеген жақсы. Міне менде қамыр дайын. Енді жаюға ыңғайлы болу үшін 5-10 минутқа тындыруға қойыңыз. Менің қамыр жаятын орным кішкентай болғандықтан 2 зуалаға бөліп алдым, яғни 2 кішкентай бөлікке бөліп алдым. Енді қамырымызды жақсылап әдемілеп жаямыз. Міне қамырымыз дайын. Жаңағыдай тым қатты қалың емес. Өзіміз жұқалау қамыр жақсы көреміз, суға піскен. Бізде енді қамырды жаңағыдай кесіп алуымыз қажет. Ол үшін бірінші кесетін кезде аралары бір-біріне қатты жабыспау үшін онда осылай сеуіп аламын. Одан кейін оқтауға орап, сол оқтаумен бірге қамыр түсіріп алам. Оқтаудан қамырды түсіріп алам. Енді осы жерде әркім әртүрлі кесет. Біреулер кеспе сияқты ұсақтап кесет, біреулер кәдімгідей ірі етіп кесе береді. Мен осылай арасын 1 сантиметрде етіп қамырларды кесіп аламын. Одан кейін жақсылап ажыратып алып, араларын ашып аламын. Біздің қамырымыз дайын. Міне арада 1 сағат уақыт өтті. Біздің подливамыз да пісті. Көрдіңіздер ме, бетінде кәдімгідей бірталай майы шығып тұр. Сондықтан да бұл астың подливасының майы көп болған жақсы. Енді бұны бір шетке қоямыз да, суды алдын ала қайнатып алыңыз. Қайнап тарсылдап тұрған суға біраз қасық тұз салып, үстіне қамырымызды салып пісіріп аламыз. Әрқашан қамырды салған кезде оттың асын төмендетпейміз. Жоғары отта тарсылдап қамырымыз 5 минутта пісіп шығады.
Қамыр піскен кезде жаңағыдай міндетті түрде тексеріп алыңыз. Осылай жылтырап тұру қажет, және тістеп жеп көрген кезде тісіңізге жабыспауы қажет. Біздің қамырымыз пісіп шықты, енді сүзіп алып табамызға саламыз. Қамырды бірден салғаннан кейін осылай подливаның бетіндегі майының ғана алып, қамырдың барлық жан-жағына жететіндей етіп жағыңыз, сонда жабысып қалмайды. Мен тек жаңағыдай бір ғана бөлігін пісіріп алдым. Өйткені үйімізде адам саны аз, сіз үйіңіздегі жаңағыдай адамның санына қарай мөлшерін көбейте бересіз. Міне осымен біздің кешкі ауызашарымыз дайын. Өте тойымды, жаңағыдай қазақтардың жақсы көретін асы ғой. Ет пен қамыр бірге жүрген жер әрдайым дәмді болады. Сіздің өңіріңізде бұл ас қалай атайды және дайындалу жолында қандай ерекшелігі бар? Төменде пікірде бөлісе кетіңіз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Міне Рамазан айының орта беліне келіп қаппыз. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы.